Ahibbul araba li salasin. Araplarda üç narsa üçün yaxşı görüngler deydi. Li'anni arabiyyun. Men Araptanmın deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Li'anni arabiyyun. Men Arap'ım deydi. Men Araptanmın. Vel Kur'anu arabiyyun. Kur'an Arap dilinde. Arapça bil Kur'an. Ve kelam ehlil cenneti fil cenne arabiyyun. Ehli cennetin sözü cennette Arapça болады deydi. Қараңыздар, үш нәрсе үшін. Тәңіршілдер сабырлы болайық. Қазақтар өз дінін ислам деп, өздерін мұсылманмын дегені ғана болмаса, барлық наным, сенім ырымдары тәңіршілдік. Исламның миссионерлерінің ісіне қарап, талай қазақтар өз діндерін арашалап, ислам емес, тәңіршіл деді. Тәңіршілдіктің жандануына себепші болған радикалды исламистер. Олар қазақтарды алалай бастады. Қазақтар дұрыс мұсылман емес екен деді. Онысымен қоймай, қазақтың салт дәстүрлеріне шабуыл жасап, оларды харам деп шығарып, жастарымыздың басын улап, біразын Сирия соғысына алып кетті. Қазақтар топас емес, өзінікін жұтқызып қоймайды. Бірақ талай қазақтар исламның жаман жақтарын көрген емес. Құранды оқымаған білім іздемейді. Олардың бастары әлі де исламның қатеріне ұшырамады. Және де әдет дегені тағы бар. Сондықтан олар өздерін бұрынғыша мұсылманбыз деп жүре береді. Сонысымен де тәңіршілдік дәстүрлерін жалғастыра береді. Тәңіршілдік жеке бастың наным сенімі, көзқарасы, рухани азығы. Кезінде ол дін болған. Бірақ болашақта ол дін болмайды. Дін ол қара халықты басқаруға негізделген саяси құрал. Дін рухани азық бола алмайды. Мысалы, әйелдерді таспен ұрып өлтіру рухани азық па? Әйелдерді кемсіту рухани азық па? Сондықтан діннің функцияларын дұрыс түсіну керек. Дін ол қара халықты басқаруға негізделген саяси құрал. Адамның ерігін жойып, жүйеге бағындыру мақсатымен адамның ішкі психологиясына әсер етіп, өзінің ұстанымдарын мойындату. Ұстанымдарын шариғатқа жазып қойған. Шариғат өзгермейтін құжат емес, ол өзгеріп тұрады. Мысалы, түрмеде солай. Қорқыту арқылы адамның менмендігін жояды, сосын айтқанын істетеді. Күштінің айтқаны заң. Зайырлы мемлекетте шариғат орнына заң. Құран орнына конституция. Конституция өзгертпейді, бірақ біздің елде өзгерте береді. Дін орнына өз құқы мен міндетін білу. Мысалы, мұсылман ұрлық жасады делік. Сонда ол күнәһар болады. Сол күнәсі үшін оны Алла жазалайды деп қорқытады. Бірақ мұсылман күнәсін қажылыққа барып жуып шая салады. Зайырлы мемлекетте адам азамат. Азамат ұрлық жасады делік. Оны заңмен соттайды, қылмысын өтейді. Аллаға қарағанда заң тезірек бұйрығын орындайды. Бірақ қылмыс жасырылса, онда адам қорқып қашып жүреді. Өйткені заңнан қорқады. Ондайда оған дін көмек ете алмайды. Қазақтар біртіндеп тәңіршілдікке келіп жатыр. Ол тез бола қоятын іс емес. Миссионерлер қазақтарды дін арқылы бөліп, бір-бірімізге қарсы қойып жатыр.
біз оған еріп бір-бірімізге қарсы болмайық. Біздің құралымыз Құран мен асыра діншілдер болу керек. Құран арқылы қазақтарды исламнан бездіруге болады. Асыра діншілдердің сандырақтарын таратып, әрекеттерін күлкіге айналдырайық. Есі барлар өздері түсінеді.